36 гектар жерге арастау үшін жерге заявка бердім. Неге бермейді ал 8 айдың ішінде? Ал бұлар сразу жердің астында да үстінде да. Бірақ күнде шығарады ғой бұлардың. Енді оны ана неге шығарамыз деді конкурсқа. Жоқ қой міне 8 ай болды. Ал мына халықтың алатын жері. Ал одан алайын десең ана жерде пәленбай метрде су тұр. 50 метрден судан жоғары болу керек, ондай жер берілмейді деп шыға. Сонда біз қандай жер алуымыз керек айтыңызшы. Өз қарапайым тілмен осыны түсіндіріп беріңізші. Ал бұлар тулап бұлақтың үстінен, өзеннің жағасынан қай жерден алғысы келеді, ол жерге рұқсат береді. Жердің астына дейді ол сіздердің бастығын жіберді, мен сонымен барып елді жұбатайын деген емес қой. Есімде бір қазақтық қанымыз болу керек қойшы бізде, жүрегімізде қанымыз болу керек қой. Осы ауылымызға, жерімізге, осы Қазақстанға пайдамыз тию керек қой. Обязательно тамақ ішіп байымыз қой бізде. Қазақи өзіміздің патриоттық еліміз болу керек сезіміз. Ауылға дейін осы жеріміз біз қорғамасақ енді кім қорғайды бұл жерді? Байтақ қаламыз, қандай табиғат. Өзіміз 18 миллионбыз осында. Сұрап, ақша сұрап бірдеме сұрау емес. Бізге бәрі керегі бір табиғатымыз сақтап ауылымызды жер. Осыдан мынадан аққан су түгел бар күршімге құйғатты. Основной азап себебі күршім ғой. Рым завод бар, аны балық асырайтын не бар ана. Бар ғой. Егістіктер қанша? Жоқ, ана основной балық асырайтындар шулау керек осынан Мурковидағылар. Рым заводтар бар. Қаншама бағанаға, қаншама арбыз осы сумен отыр ғой талай.